Автор Дисалина Жанзия Тұрбайқызы. Санат, қаржы, дереккөз, қаржылық бақылау комитеті төрағасының блок платформасы. Қайырлы күн. Сұрағым мемлекеттік сатып алуға байланысты. Конкурстық комиссия тауар жеткізушінің өтінімін қарау барысында олардың банкке берешегі жоқтығы жөніндегі анықтамада банктың реквизиті жоқ екенін байқаған. Бірақ онда банк атауы көрсетіліп, мөрі қойылған. Сондай-ақ тауар жеткізушінің реквизиттері көрсетілген. Бұл тауар жеткізушіні мемлекеттік сатып алу конкурсына өткізбеуге негіз бола ала ма? Егер товар жеткізуші не қызмет көрсетуші заңда тұлға мемлекеттік сатып алулар конкурсына берешегі жоқтығы жөнінде анықтама ұсынып, онда тапсырыс берушінің атауы мен реквизиттерін көрсетсе, өтінімді кері қайтаруға негіз жоқ деп ойлаймыз. Нашим ключевым ответом на борьбу с коррупцией было открытие всей информации. Біздің коррупцияға қарсы жауабымыз ақпарат ашықтығын толықтай қамтамасыз ету болды. Бұл жүйенің негізі барлығы баршаға аян деген қағида. Біздің мемлекеттік сатып алуға қатысты әр қадамымыз ашық, әр қимылымызды халық біліп отырады. Яғни ұтқан жеткізушіні қадағалайтын да, бағалайтын да ұтылған жеткізуші. Ал көптеген елдерде мемлекеттік сатып алудың ашықтығын қадағалайтын түрлі органдар бар.